Жібек жолы халықаралық фестивалінің бел ортасы таңдап Чайковскийдің «Лебединое озеро» немесе «Аққулы көл» туындысын тамашалауға келдік. Қазақ және неміс әртістерінің бірігіп жұмыс істеуінен не шығады екен, көрейік. Бұл эпизодты балеттен хабары жоқ адам да біледі. Бұл әйгілі қойылымның ең әсерлі сәті. Бірақ бәрін басынан бастайық. Біз балетке 4 сағат қалғанда бардық. Әр дайындыққа тұтас оркестр келіп отырмайды, бірақ жанды музыкамен жаттығу маңызды. Ал оларға телефоннан қосып қойып билеуге болмай ма? Телефонмен негіз болады, бірақ мысалы темптар то тезірек, то кішкене медленнее. Олар қиын болады. Сіздің еңбегіңізге ендеше қошемет көрсетіп қояйық. Көп рахмет. Әртістердің таңнан басталған жаттығуы әлі жүріп жатты, бірақ ең қиыны ол емес. Балетте ең қиыны ол образды бере білу, ол образдың үстіне біз көп жұмыс істедік. Көп жұмыс істейтіндей бар, өйткені Сайқымазақтың биі осы спектакльдегі ең күрделі рөлдің бірі. Бұл менде 6-шы маусымым ба болып жатқан биыл осы театрда. Біз 1-ші маусымнан бері дайындалып келе жаттық. Мысалы 2017 жылы мысалы мен осы театрға келгенде билемедім, бірақ келесі жолы 2018 жылы Валенсия қаласында мен 1-ші премьерам болды. Соған дейін жақсы дайындалдық. Негізі бастапқыда Адамжан Бақтияр, біздің қазіргі солистерімізден Серік Нақыспеков деген жігіттер болды. Мен негізі басында 4-ші составта болғам. Сөйтіп жаймендеп көп жұмыс істеген арқасында бүгіндікке былай билеп жатырмыз. Байқасаңыз, Аққулы көлдің әр партиясы әртістердің мансаптық сатысына айналған. Бұл балет 2014 жылдан бері қойылып келе жатыр ғой Астана операда. Сіз қай жылдан бері ойнап келе жатырсыз? Мен өзім жұмыс істеп жатқаныма 4 жыл болды. 4 жылда да мен әртүрлі рөлдерде ойнадым. Родборд рөлінде алдыңғы жылы ғана бірінші рет тұсаукесерім болды. Осы жолы 2-ші рет ойнаймын. Ал неге ауысып тұрады рөлдер? Сіздің кәсібилігіңіздің, тәжірибеңіздің артқанына қарай ма? Иә. Өзіңді жақсы көрсетсең, сені тоже көтере береді сольный рөлдерге. Онда Зигфридтің рөлін алу үшін Робертті жақсы қылып жіберіп жатқан жоқсыз ба? Білмеймін, ол жағын білмеймін. Ал Зигфрид пен Адеттаны Германия балет өнерінің қазіргі жұлдыздары Мэдисон Янг пен Цинхао Джан сомдады. Бұған дейін басты рөлдерді басқаша интерпретацияда ойнаған әртістерге балетмейстер Алтынай Асылмұратованың да шешімі қызық болған сияқты. Оқиға желісінде сәл өзгешелік бар. Мюнхендегі қойылымда назар Зигфридке көбірек аударылған. Аққу ханзаданың санасындағы образ ғана. Ал мұнда махаббатқа басымдық береді. Бұрыннан қалыптасқан классикалық үлгісі осындай еді. Өз басым осы нұсқасын жақсы көремін. To me, first time I remember when I first time did it is in Munich. Осы образды Мюнхенде алғаш рет сомдағаным есімде. Онда Зигфридтің ерлігіне, жігіттік болмысына назар аударттық. Ал қазақстандық нұсқа маған ерекше әсер сыйлады. More focus on the mind side. Екі әртістің фестивальді себеп қылып Астанаға алғаш келу екен. Тоңып қалған сияқты. Біраз суық екен. Күрдемен Бөкебайды көп қылып алып алдым. And then the first impression about Мұнда келгенде ең алдымен қыстың суығына таңғалдым. Бұл әлі қыстың басы деп шошытуға дауаламадым. Сондықтан тек сәттілік тіледік. Good luck. Бірі бұл қойылымнан аққу мен адамның жалғыздығын көрсе, енді бірі ақ пен қараның бітпейтін шайқасын байқайды. Ал Чайковскийдің музыкасы күннің суығы, тіршіліктің қарбаласынан оқшауланған көрерменге құшағын ашып жылуын сыйлағандай. Сағат кешкі 9:47 алдымызда мінсіз өнер, тірі өнер, мәңгілік өнер.